Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте жұмсақ әрі түрі өте әдемі көрінетін гүл тәріздес булочкалардың рецептісін сынатын боламын. Ең алдымен жылы сүтімізге бір ас қасық қантымызбен бір ас қасық ашытқыны салып, жақсылап араластырып, бетін жауып 10-15 минутқа қалдырып қоямыз. Апарамыз дайын болғаннан кейін үстіне бір шай қасық тұз, сары май және бір жұмыртқаны салып, жақсылап араластырамыз. Үстінен електен өткізілген ұнды қосып, жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр етіп илеп аламыз. Қамырларыңыз жұмсақ болып шыққанын қаласаңыздар, ұнды осылайша аз-аздан қосып араластырып тұрғандарыңыз дұрыс болады. Дайын қамырымызды жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Міне біздің 1 сағат тұрған қамырымыз ашып, әдем болып көтерілді, өте жұмсақ болып шықты. Енді осыны алып, кішкене дөңгелек етіп, қолмен немесе весыйдың көмегімен бөліп аламыз. Бөліп алғаннан кейін әдемілеп дөңгелектеп, бетін жауып, пищевой пленкамен тағы да 10 минутқа қалдырамыз. Осылай кішкене көтерілген қамырымызды алып, ортасына кәдімгі баклажканың крышкасын қойып, шет-шетін гүл тәріздес етіп, пышақпен кесіп шығамыз. Менің каналымдағы жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Мен ортасына начинка ретінде творогты пайдаландым. Сіздер сгущенный варенка немесе вареньені қолдансаңыздар да болады. Бетіне осылайша жұмыртқаның сарысын жағып, кунжутпен кішкене мақ сеуіп шықтым. Әдемі көріну үшін қызып тұрған пеште 220 градуста 20-25 минут шамасында пісіріп аламыз. Дастарханыңыздың сәнін ашатын өте жұмсақ қосы булочкаларды міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Арайлым.